Мынау адалдық сарайы ма? Солай. Қанеки. Әмір Сардар. Аға. Әмір Сардар. Мынау Жаңшин інім. Мынау Күңсін Дәруш. Қанеки. Қане. Мархабат. Қайтпексің ей? Мына қылышты қайдан алдың? Бұны Әмір Сардар Гаучу берген. Қылыш суырып тұрып, өлтірмеймін деп қалай айтып тұрсың? Қылышымда нең бар ей? Әкел. Лин тәрбиеші, қолыңды босат. Линчу. Байбатша, атқошшыны ішке кіргізіңіздер. Жарайды. Қанекей, тоқта. Лин тәрбиеші, ана қылышта қандай сыр бар? Аға, сіз білмейсіз ғой. Әккі Гаучу маған қылышыңды алып құпия істер сарайына кел дегенде осы қылышты алып барып еді. Аға, осы қылыштың кесірінен Лин тәрбиешінің отбасы ойран болған. Ел десеміз деп, дәл осы қылышты алып келгеніне қарағанда, олардың ниеті дұрыс емес. Солай, олардың ниеті дұрыс емес. Ниеті дұрыс емес. Әнелерім, бұл жөнінде өз есебім өзімде. Аға, жүрейік. Шаужан қайда? Бармын. Батырлардың тізімдігін оқы. Ләппәй. Ляңшан қопасындағы 108 батырдың аты аталады. Бұл тайдағары Гуңсен шаң. Бармын. Қос қамшылы Хуенжо. Бармын. Қылышпаз Гуэншің. Бармын. Әпер бақан Чиммин. Бармын. Қос найзалы Дунпин. Бармын. Қаблан бас Линчоң. Бармын. Ендігінің Лигуаңы Хуарун. Бармын. Қане, келіңдер, шарап шейік, Болды. Қара шыңдар. Орда шарап арасында керемет екен. Үлкен істі бүлдіріп біз. Болды. Енді арақ ішкенді тоқтатыңдар, жігіттер. Аға, не болды? Тезірек тауға қайтайық. Енді қанша арақ қалды? 3 күп арақ қалды. 3 күп ғана қалды ма? Ие? Болды, тезірек күбілерге су толтырыңдар. Тауға қайтамыз. Тез болыңдар. Тезірек болыңдар. Тез. Бармын. Темірғол Цайфу. Бармын. Әулие емші Әндаучуән. Бармын. Жебетиген барыс Диңдасön. Бармын. Жан алғыш Лили. Бармын. Аға, Руаншаучи орда шарабын әкеле жатыр. Қара құйын Лейкүй келмепті. Қалған атамандар түгел келген екен. Лейкүй қайда? Тақсыр, елдесу қатын оқыңыз. Жарайды. Ей, қарақшылар, неге жүгінбейсіңдер? Бүлік салмақсыңдар ма? Не дейсің? Тез болыңдар. Бірнешеуін түсіп көмектесіңдер. Тезірек болыңдар. Ие, мақұл. Тезірек болыңдар. Қане, бер әкеліңдер. Тезірек. Тез болыңдар. Тез. Елді қалам төрелері басқарса,
қару төрелері қорғайды. Бұрынғы заманда 5 патша жол жосынмен ел іргесін қалап, 3 патша жорықпен әлемді тыныштандырған екен. Істің сәттісі де, сәтсізі де болады. Адамның ақылдысы да, ақымағы да болады. Ата-бабаларымыздың ұл ісіне мұрагерлік етіп, ай мен күннің жарығы жеткен күллі әлем қолыма қарап, барша халық әміріме көнді. Жуырдағы жылдардан бері соңжаң бастаған бір қаншаң тау сағалап, орман жастанып, аяқтарың жеткен жерге талан-тараж жүргіздіңдер. Әсілі жасауыл жіберіп жер жастандырсам да болар еді, бірақ бейуаз халқым қырлама деп бой тарттым. Осы жолы Чэнзуңшан уәзірді елдесуге жібердім. Шақыру хаты тиісімен барлық астық ақша, қару жарақ, ат көлік арба қайықтарыңды ордаға тапсырып, Астанаға келіңдер. Сонда қылмыстарыңды кешіремін. Олай болмай, үздіксіз арамойға салынып, жарлыққа қарсы шықсаңдар, орда қолы бір-ақ жайпап, біріңді қалдырмай қырады. Жарлық осы. Шуанхының 3-ші жылы сәуір айы. Мынау оттамаларды кім жазған? Осынша жүрек жұтқан мынау кім ей? Қара жойқар, жүрек жұтқан екенсің. Патшы маған, анау оттамаларды кім жазған? Бұл деген патшаның жарлығы. Тый! Мыналар... Сенің патшаң! Яқшан қолпасындағылардың шетінен батыр екенін білмейді екен. Елдесуге келіп тұрып, әкіреңде ұғара. Сұм атаман, мынаны жыртып тастады. Бүйтсе болмайды, болмайды. Патшаның фамилиясы сұң болса, ағамыздың фамилиясы да сұң. Ол патша болса, ағамыз да патша болады. Бекей, сен Яншанда адалдық, әділеттілік жоқ дегізбексің бе? Шын әмір Сардар. Аға, орда шарабын алып шығайық. Бауырластар патшаның шапағатын сезінетін болсын. Дұрыс. Шын әмір Сардар. Саспаңыз, саспаңыз. Орда шарабы әкелінсін. Орда шарабы келді. Қане, жігіттер, тезірек болыңдар. Тез. Аға, орда шарабын әкелдік. Қане жігіттер, ыдыс әкеліңдер. Атаман, қанеки. Әмір Сардар, қанеки. Ақылшы. Қане. Байбатша, келіңіздер. Аға, мен алдымен татып көрейінші, Ағалар, төгіп шашып сірап. мен алдымен татып көрейін, Қайдағы орда шарабей мынауың, лай су ғой, әкеңді. Бар ғой, екенін білмейді. Олай тұрыңдар, мен көрейді. Оңбағандар. Лай суды орда шарабы деп бізді алдап. Қай басынғандарың бұл? Біздігін деп жүрсіңдер. Ашуланбаңдар. Шағыңды таста. Яңшандықтар бейуаздарды емес, жемен қорларды өлтіреді. Солай. Бұны залым уәзірлер істеп отыр. Дұрыс. Шын әмір Сардар, патшаның алдында нақты жағдайды айтып, әділін сөйлегейсіз.
Сөзсіз әділін сөйлеймін. Батырлар алаңсыз Байбатша, болыңыздар. Аға. әмір сардарды сырт етіп шығыңыз. Мақұл. Тақсыр, қанекей. Жоғал! Мұндай ұлықтардың керегі жоқ бізге. Солай. Жоғал көзімізге. Жоғал өзімізге көрінбе. Жоғал! Кеттік. Әмір сардар, біздің елдеспе ойымыз жоқ. Елдесу қатын жазған мәнсаптылар Ляңшандағылардың тілегін түсінбейді екен. Сөз сөйлемдерінің бәрінде бізді кінәлап, жүгенсіз қара дүрсін депті. Бұл біздің адал ниетімізге жасалған қиянат. Жақсы сөзбен көңілімізді аулап қойса, сөзсіз отан үшін тер төгіп, жанымызды қияр едік. Қайтып барған соң, патша ағзамның алдында біздің сөзімізді сөйдегейсіз. Соң атаман. Насырға шапты. Патша ағзамға кезде салам ба кім білсін. Хей, болды қой сенді. Орданың абыройын айрандай төктің. Енді неменеге мінгірлеп тұрсың? Жүр қайтайық. Аман болыңыз. Атаман, кездесуге нәсіп болсын. Қош. Хей, абылжымай тезірек болыңдаршы. Аға, қылышты қолға түсірдім. Лин тәрбиешіге апарып бер. Ендігі ары ашуға баспасын. Мақұл. Аға, адамгершілік істедіңіз. Ие, сенің айтқаның келді. Бірақ сабырсыздық істедіңдер. Елдесу қаты түсініксіз жазылғанымен, сабыр сақтағанымыз жөн еді ғой. Істің бұлай болуы жамандық емес. Елдесу зорлағанға келмейді. Патша ордасы батырларымыздың кереметін білмей отыр. Оларға танытып қойғанымыз жөн. Патша ордасы енді бізге жаза жорығына аттанады. Дайындығымыз күшті болуы керек. Атты жасақтар сайгүріктерді жақсы сағайласын. Алаңсыз Жаяу болыңыз. жасақтардың қару жарағы дайын болсын. Алаңсыз болыңыз. Су жасақтары қайықтарын дайындасын. Ләппәй. Патша ордасынан Ляңшан қопасының кереметін бір көрсетіп қояйық. Дұрыс айтасыз. Лубай батша, тәйізің дереу етекке түсіп, Астанадағы Күңсін Дәруішпен кездессін. Хабар иелеп, өзгөріс болса, дереу мәлімдесін. Ләппәй. Ләппәй. Бізге болағаныңыз, өзіңіз қорғамасаңыз, сүйегіміз Ляңшан қопасында қалатын еді. Өзіңізді көре алу біз үшін үлкен бақыт. Уәзірім, қарақшылардың пақырыңызды қалай сабағанын көрдіңіз бе? Тұрнай қылып сабады. Бұл пақырыңызды емес, әмір сардармен сізді сабағанмен бірдей ғой. Болды. Сұңқылдай бермеңдер. Орданың абыройына айрандай төктіңдер. Шық бетіңдер. Ләппәй тақсыр, пақырларыңыз қайтты. Уәзір, Ляңшан қарақшылар әлінен асқан екен. Елдесу қатын жыртып, орда шарабын төгіп шашты. Орда мәнсәттілерін сабады. Ол, патша ордасын көз келмегені. Оларды кескілеп өлтірмесе кегіміз әсте тұрамайды.
Kudretli sunxandığı бұл қарақшыларды әспенстіп қоймауы керек. Хей! Барлығы ынжық вәзірлердің кесірі. Олар құрдәмеге салынып отыр емес пе? Ал енді өздері ұятқа қалмады ма? Вәзір, дереу патшаға мәлімдеп, қол аттандырып қарақшылардың көзін құртыңыз деуіміз керек. Вәзір, бұл қуыс-қурайлардан тұмалаңдап кетпеңіз. Пақырыңыз шағын қол бастап барып, оларды бірнеше күнде тып-типілетіп қайтып келсін. Патша ордасына еңбек көрсетіп, қиындыққа қарсы шабатын болсаң, бұдан асқан жақсылық бола ма? Рахмет, вәзір. Егер сен үлкен еңбек көрсетіп жатсаң, вәзірдің сүйеуші болғанын ұмытпағайсың. Мақұл, мақұл. Алаңсыз болыңыз. Мен вәзірдің жақсылығын әсте ұмытпаймын. Патша ағзам, Шен Сардар елдесуге барғанда, Ляншан қарақшылары әлінен асып, елдесу қатын жыртыпты. Орда шарабын шашып, мәнсептілерімізді сабапты. Ол сұң елін басынғаны қой. Ондай болған болса, әлгі Чэнзуншан қайда? Патша ағзам, Чэнзуншан өзінің патша ағзамның сенімін ақтай алмағанын біліп, өздігінен дарыға асылды. Пақырыңыз елдесуге қосылмай келген еді. Елдесуді қуаттайтындардың Ляншан қарақшылармен байланысы бар ма қалай? Сонда пақырыңызды Ляншан қарақшылармен ілік шатысы бар деп тұрсыз ба? Сен айтып тұрғам жоқ. Су Сардар там күйгелектік істемесеңші. Ұлық болған соң патша ағзамды уайымнан арылтып, халықтың қиыншылығын шешу керек. Әйте өзім бұл талаптан шығаламын. Елдесу барысында пайдаға кенелу ойым жоқ. Ал сіз Чэнзуншан аттанатын күннен бір күн бұрын оны құзырыңызға шақырып алдыңыз, сонда не тапсырдыңыз екен? Су Сардар, вәзір сенің бұлай қаралағаныңа төз алмайды. Гау Сардардың қол астындағылар босау тек. Әйтпегенде Чэнзуншанмен бірге елдесуге баратын қайдағы уақыт. Әй, сен! Патша ағзам дәнішпән. Ляншандықтар ардагерлер болғандықтан жәбірлеуге шыдамайды. Чэнзуншанның сәссіздікке ұшырауында басқа бір сыр бар. Оны анықтауыңыз керек. Тақсыр, анықтаңыз. Су Сардар. Болды. Айғайласып болдыңдар ма? Ерегескендеріңді тыңдағым келмейді. Әлде біреуді жазаламақшы да емеспін. Қарақшыларға төтеп беретін қандай ұтымды тәсіл бар. Онан да сон айтыңдар. Тақсыр, біз дереу қол аттандырып, қарақшыларда тып-типілетуіміз керек. Оларды жойға кімді жіберсек болар? Тақсыр, Ляншандағы бұл қарақшылар ұзақ уақыт бүлік салғандықтан маңындағы ауылдармен қоян қолтық болып кеткен. Оларды күшті қосын ғана жеңе алады. Менің ойымша, әкімшілік меңгермесінен қосын бастайтын қолбасы шығып, жорыққа аттанса, сонда ғана жеңіске кепілдік ете алар еді. Тұңтөрі, қол бастап жаза жорығына аттануға қалайсың? Тақсыр. Опалы жан, өзінде барын аямайды деген сөз бар. Ассаңыз оғыңыз, сілтесеңіз қолыңыз болуға пейілмін. Тұң вәзір, алтын таңбал әскери белгіні беремін. Күшті қосынды бастап, қарақшыларды тып-типыл ет. Сенімді әсте жерде қалдырушы болма. Патша ағзамның шапағаты тұрғанда, қарақшыларды құрталмасам, майданда өлуге пейілмін.
Аға, Ақылшы, ерте келіпсіз ғой. жаңа ғана келгенмін. Дала табиғатын тамашалап тұрған соң мазаңызды алмадым. Ағаш тыныш тұрайын десе де, жел тыным бермейді. Жел соқпаса чөптің басы қимылдамайды деген. Сонда кінә желде ме, чөпте ме? Менше, желдің қателігі. Шөптің тыныш тұрғысы келеді, бірақ жел оған тыныштық бермейді. Лекейлердің адалдық сарайында бүлік салуы сіздің ақылыңыз екенін білемін. Мені кешірерсіз. Менің ойым... Әй, ойыңызды түсінемін. Орданың осы жолғы елдесуге шақыруында шын ниет жоқ. Елдескен соң тағы да пәле шығарама деп алаңдайды. Расында дәнішпән екенсіз. Бауырластардың ойын түсінепсіз. Елдесу қатында қаншерлік жатыр. Екі сөзінің бірі қарақшы. Жазалау деген сөздер екен. Егер расын елдесетін болсақ, бас кететін пәле тауып алатын едік. Кім ұрысқа шықса соның аты шығады. Патша ордасы бізге осылай қараса, біз ырық-торынға шығатын едік. Бірақ елдесу қатын жыртқан соң патша ордасы ырық-торынға өтетін болды. Ақылшы, ішке кіріңіз. Қане, отырыңыз. Залым уәзірлердің тізгін ұстап отырғанын бүкіл халық біледі. Біз ешкімнің жерін тартып алмасақ та, олар бізге келіп тиіседі екен. Сонда бұл қандай қисын? Қазір бұлармен есептеспейік. Қазіргі маңдай алды міндет бар күшпен дайындық жасау арқылы орда жасақтарының сайысын қабылдау. Аға, Ляншан қопасының 800 шақырымдық сулық қамалы бар. Менше олардың көргілігін көрсетіп қойғанымыз жөн. Дәт! Ағалар, Тәйзің Астанадан қайтып келді. Тез шақыр. Ләппәй! Аға, ақылшы. Дәйзің, қандай хабар әкелдің? Көңсін дәруіш Астанада маңызды хабар естіпті. Қане, отыр. Қане. Отырыңыз. Дәруіштің айтуынша патша ордасы Туңганды бас қолбасы етіп, қарастылығындағы 8 аймақтан бір түменнің қол жинапты. Орда қосынынан 2 қосын әмір қосынды қорғайтын болыпты. Жиыны 10 түмен қол әне-міне дегенше бізге тап беретін көрінеді. Бұл бір қырғын соғыс болғалы тұр. Осы шайқас арқылы Ляншанның айбарын бір асырайық. Біздің уыс қура емес екенімізді танып қойсын. Дәйзің, бұйрықты жеткіз. Бекініс атамандары адалдық сарайына жиналсын. Ләппәй. Інілерім, патша ордасы, залым уәзір Туңганды, неше 10 қолбасы, 100 мың жасауылмен бізді жазалау жорығын аттандырыпты. Біздің жасағымыз аз, сайгүлігіміз аз, көмекке келетін қосын тіпті жоқ. Бірақ бұл сайыста тек жеңіп шығуымыз керек, жеңілуге болмайды. Біз олардан өктем шығып, жеңетін болсақ, сөзіміз сонда ғана өтетін болады. Інілерім, жауды қырамыз ба жоқ па? Қырамыз, қырамыз, қырамыз! Жеңеміз бе? Жеңеміз, жеңеміз, жеңеміз!
Алай болса, Тоңган 100 мың жасауылмен келсе де, неге тұрмақ? Тізе қоса отырып, Тоңганды жемейік! Тізе қоса отырып, Тоңганды жемейік! Аға мен ақылшы, не деген қырт болып кеткені. Маған салса төте барып, бастарым баудай түсіретін едім. Жоспар жасап не керек? Не соғыстырмайды, соғыссақ жеңдірмейді. Осыда соғыс болып па? Аға, олар 100 мың жасақпен келіп тұр. Бастарын бір-бірден кесе аласың ба? Мен ғана емес, басқа да батырлар бар емес пе? Соғыста батырларға сүйену керектігін сен де біледі екенсің ау. Ағамыз Жаңчинға соғыса жүріп қашып, Тоңганның қосынын біз құрған торға келіп кіргізуді. Сонымен жауды бірнеше бөлікке бөліп алып, бір-бірден жайғастыруды тапсырған болатын. Қолбасы, алдыңғы жақтан бір топ қосын көзге шалықты. Олардың кім екенін біле алдыңдар ма? Туларында торуылшылар атаманы қанатсыз жебе Жаңчин деген жазу бар екен. Қолбасы, ол Яншандағы 8 атойшының бірі. Жасырын қаруға жеттік, тасатуға шебер. Қарақшы десе қарақшы деші. Бар білетін жасырын таспен атқылау болды ғой. Қанша адам екен? 100 қарал адам екен. Бей қолбасы. Бармын. Азынаула қол бастап барып сайысқа шық. Мен күн қосынды бастап артыңнан жетемін. Олардың бетін қайтара тұр. Біз барған соң қайта тарпа бассаламыз. Ләппей. Қолбасы. Қолбасы. Қалай болды? Қолбасы. Олар шолғыншы көрінеді, бізге соқты қалмай қаша жөнелді. Қашып кетті ме? Онда неге құмадыңдар? Қуа берсек шырғаға түсеміз бе дедік. Алақандай жерде қанша шырға бар дейсің? Қолбасы басың мен өлімнен қорқып, жақсырайды жіберіп қойдың. Сені қалай жазаласам болар екен? Қолбасы. Жау жер жағдайына қанық. Біз мұнда жаңа ғана жеттік. Шаршақ балдық. Асықпай сайысып, жауға қапысын топты өтеп берейік. Оттапсың. Он түмен жасағымыз, жүзнеше сардарымыз тұрғанда, азғантай қарақшы неге тұрмақ? Бұдан кейін жауды өкшелей қумағандар әскери заң бойынша жазаланады. Дәт қолбасы! Жаңчиннің қолы қайта шапты. Жақсы келді. Чеп құрыңдар.
Қолбасы, іс насырға шапты. Неге састың? Жем-жөбімізге өрт кетті. Оған өрт қоюға батылы барған кім екен? Түрін көре алмадым. Туына асылзада Лужини деп жазып алыпты. Менің қол астымдағы елеусіздердің бір еді. Бұл жолы ажыл айдап келген екен. Аға, енді торды жинасақ болады. Жарайды. Тәйзің, атамандарға бұйрығымды жеткіз. Ләттай. Бұйрық жалау қозғалды. Аға, аттанайық. Шерінен шыққанша бір қырайын. Келіңдер қане! Тұрыңдар! Найзалақ тұрыңдар! Батырлар! Аттаныңдар! Қолбасы болмады. Неге састың? Екі жақтан да жаяу жасақтар шыға келіп, әмір қосынға тап берді. Қолбасы, қолды жиямыз ба қайтеміз? Оттапсың. Қолды опаңай жия салам ба? Қолбасы, алаңсыз болыңыз, мен төтеп берейін. Жарайды. Кө! Сіз осында тұрып соғыс жағдайын бақылаңыз. Мен сардарларды бастап жаудың қарсы алдынан шығайын. Аға, майданға кетіп барасыз, өзіңізге абай болыңыз. Чү!
Беш жол бар, сардарым, барсыңдар ма? Қышпас көлшің бар, қапыланбас лентің бар, қосқамшылық уянжо бар, Әтір бақан чимing бар, қанатсыз жебе жанчың бар. Жарайды, табылды соғыңдар. Бас қосқанда арыстар, шараппенен сайласқан, кеңестер керемет таусылмайтын жырдастан, қанжаласқан достықты алтындайын ардақтар. Тегі бөлек болса да, бірге өлмек болсақтар. Ел қорғаса сарбаздай, қамқор қормал халқына, жауға шапса көк жалдай ерлігі сайданқына. Астар болмас кемеде суда соғыс салғанда, төгіледі көзден жас, досы шәйіт болғанда. Пейілі кең дала тарылмайтын, абзал жан арыстар табылмайтын, көңілі көк мөлдір аспандай, ақтарар жан сырын жан Çekinin Даңғыл жолға түсіп, көңілімде орнығып қалды. Бір тәуірі, жол бой екеуің мені қорғап келдіңдер. Қолбаса, бұл жер әлі қатерлі, үздіксіз ілгерлей берейік. Жарайды. Бұл жолы әбден аспасты ғой. Durr.